эфирден кейін сразу үйге қайтып кеттім. Бүгін эфир кішкене напряженный болды, оңай болған жоқ. Сезім Назымға білдірдім. Понедельник күні қандай жауап айтатынын білмейміз, пока мазаламаймыз қызды. Қолдаушыларға рахмет айтқым келіп тұр. Эфир барысында сыйлық жіберді. Сыйлықты мен гардеробта ұмытып кеттім. Асығып жүріп, сіздерге рахмет айтайын. Үлкен рахмет сіздерге. Сіздер барда мен всегда күліп жүремін. Әйтеуір настроение болмаса, әйтеуір отқан кезде сыйлық жібересіздер, соны мен мәз болып қаламын. Былайша айтқанда кішкене бала сияқты менде. Рахмет, тек қана басым деп сіздерге рахмет айтамын. Бұйырса понедельник күні барамын эфир жаққа. Құдай қаласа, бәрі дұрыс болады шығар деп ойлаймын. Рахмет сіздерге, үлкен, барлықтарыңызға сәттілік. Ғалымжанның құшағына сия берсең, жүрегіңнен Ғалымжанға ұя берсең, мына жерде барлығымыз қуанамыз, Ғалымжан да қуанады, иә дейді. Біз 4 ай бойы күткен бір жаңалық деймін ба, сәт деймін ба, құтты болсын. Енді сіздерді жұпсыздар. Бір осыған дайындықтарыңыз қалай болды? Кеше ғана негізі таныстыққа осыңыз болды, бүгін жұптыққа осыңыз. Ертең бір үйленуге болса. Сразу понедельникке ма? Я енді кешеден бері дайындалып, әйтеуір кездесуде отырсам да телефонмен сөйлесіп, сен менің телефонымды тығып жатсың, скрывать етіп жатсың деп әйтеуір сол кезде моментте ренжіген. Мен сен ешнәрсе жасырмаймын деймін да, просто болмайды бұны саған көруге деп әйтеуір барынша білдірмеуге тырыстым әйтеуір. Кеше де күткен жоқ, бүгін де күткен жоқ. Жасырсаңыз осындай дүние жасырыңыз. Актер ғой. Енді екеуі де өте қатты бақытты болып тұр. Эмоциялар енді қатты шыға бермейді, бірақ бақытты достар. Сіздерге бақыт тілеймін, енді бұйырса осында тойларыңызды көрейік. Бағдайған, қандай кездесу болды өзі? Суббота күні көретін кездесу еді, негізі. Жұма күні көріп қалды. Сондай. Ұнады сіздерге? Білмеймін, енді көрермен өздері айтсын. Өздеріңізге ұнады ма? Өзімізге ұнады. Негізі іштен шыққан бір сезімдер ғой, енді бір артық нәрсе көп. Жалпы өте бір жақын арақатынас па, қалай өзі? Енді бір басталып келе жатыр ма деймін ше, бір сондай бір. Негізі сіздердің жастарыңызда қанша жас аралығы бар? Ол кісі 21-де, мен 31-де. 10 жас, иә? Ой. Жалпы ұнап жатыр ма қыз? Мынау іске. Қыз ұнап жатыр ма? Қыз негізі, ары қарай да ашқым келіп жатыр, жақын танысып деген сияқты. Бір соңғы эфирда мынау кім өзі деген сияқты бір сөздер бар еді. Соның бәрі бір сейіліп кеткен сияқты. Оның барлығы алда көреміз енді, келесі эфирлерде, тағы да бүгін де әлі алда бәрі. Айдана бізге сұрақ келіп тұр, реклама уақытында қатшылар не істейді дейді. Өте жиі қойылатын сұрақ. Біз жарнама уақытында далаға шығып тазамен демалып, және міндетті түрде біз су ішеміз. Өзімнің достарыма кеп қалдым. Ең бар. Жаным. На жақта бека. Қолын өше берді. Адиндығы нау болып тұр ғой. Мен ішеп сорпа ішуге кеп отыратын. Мен мынандай тамақ заказ бердім. Тамақ ішіп отырып, жаңа жылдық корпоративте ақылдасып жатырмыз. Бізге сен тапсырсаңыздар болады, жаңа жылдық отырыстарыңызды. Үшеуміз барамыз, жоғары деңгейде өткізіп береміз. Бірақ биыл Нұрекен қопарам деп жатыр. Барамыз, күлдіреміз, қайтамыз. Ал қалаған әлеумет, шал қалаған әлеумет деп тұрмаймыз. Короче, еще андай қойғанша бізде ше, өзіміздің биші қыздарымыз бар, барлығы дайын, ойын. Андай ше, қазақ елі асылы деп тұрмаймыз, короче. Барамызда, жыртамызда ИКФ деп қойып ше, кетеміз. В общем, қорықпай, тапсыра берсеңіздер бол. Яқта дәл осындай витаминдер, өзімнің сүйікті жұмыртқам, және де бал и чай. Чай қайнаса, тамақты дұрыстап тамақтан аламыз да, қалаға жұмыстармен шығамыз. Солай, көңіл-күй өте керемет, бүгінгі күн жақсы басталып, бұйыртса жақсы аяқталады деген ниеттеміз. Ал достар, зорға деген үйден шықтық, үйтіп жатып. Шықсам енді қарасаңдар. Не деген, тұрғаныма бір жарты сағат болды. Кішкентай жерге анау заправкаға жете алмай тұрмын. Не жерде заправка тұр, анау жерде. Соған жете алмай тұрмын, яқта бензин деген бір тиын деп жатыр. Воскресенье күнінде әйтеуір пробкаға бітпейтін не пробка, Алматыда машина көбейіп жатыр. Бір үйде әрқайсының басында бір машинадан 3-4 машинадан үшін бір үйде. Сөйтіп Алматыда машина көбейіп жатыр. Содан пробка әйтеуір бітпейтін.
пробка көбеймесе бітетін түрі жоқ негізі. Енді бүгін бізде бір сырласу болады. Болашақ туралы сөйлесу болады деген сияқты пландаймыз. Келесі жолы ондай әңгіме болмау үшін деген сияқты. Неге келдік? Мәші қоятын жер жоқ, мына қойып кет. Болатын шығар енді деп. Что там? Гүлімді ұрлап кетсе ма бірге? Мегаға келатырмыз, Мегаға. Кино көруге. Киноның түбін сүріп атырық соңғы кезде. Бұл кісі бірақ өзі бір-екі киноны көріп ұстапты. Маған айтпай. Пинта дейді. Мына кісінің енді 21-ге толмағанына киноға кіремай атыр енді. Не болып атыр өзі? Не болған? Тушақпады ма? Не жағыл қапты? Жыладым бағана. Бола ма? Болмайды деп аға. Не істейміз? Болмай ма? Басқа біреудің удостоверениесін алып келейік онда. Ішке кіріп тексере ма? Билет алып алдық. Қазір киноны күтеміз 9-10-да. 18 бар ма деп сұрайды ғой мына. Мына кісіден 18 бар ма дейді. Мен айтып жатырмын, бұл кісі 31-де деп жатырмын да. Мен 25-темін деп жатырмын. Қалай жүрем мен енді? Көзіні байлап қойын ба? Маңарсақ. Еркекке қарайын ба енді дейді. Қызға қарайсың. Жоқ, маған айтады, неғып қыздарға қарайсың дейді. Мен енді қалай еркектерге қарайын ба, не істеймін? Еркектерге қарап уже көргім келмейді уже еркектерді деп па. Қалжың. Не істеймін енді? Қарамам ешқандай. Мысалы қарап, мен мысалы көзімен анайға дайын болды ма деп қараймын. И сол моментте бір қыз өтеді, сонда мен кінәлі боламын ба? Мен қанша жек көрсе де қарап тұрмын. Сен анаяққа барып келдің ғой жаңа мысалы. Түркке қарадым. Қойыңыз. Не істеймін? Аузымда шықпай қалды ғой. Не істеймін? Енді өзім бір психологиялық сабақ өткізетін сияқтымын бұл кісімен. Атат деп. Осындай қыз қайдан көрдіңіздер айтыңыздаршы. Мынандай жерде отырған жерін тазалап кетеді. Ондай қыз пока что менде ғана бар. Bir жағын тазалайды, бір жағын шаша салады бұл кісі. Шашы қалың, нағыз маған керек. Не істейміз? Тастап кетеміз? Бүйтеміз. Ал, біз енді киноға кеттік.